Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен қонақ дастарханға арнап үлкен көлемді торт жасайтын боламыз. Келген қонаққа үлкен көлемде кесіп ұсынғанды жақсы көремін. Дәмі өте керемет, естен кетпейтіндей дәмді шығады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Алдымен жұмыртқа мен қантты көпіршік болғанша араластырып аламыз. Негізі үлкен 4 жұмыртқа қосу керек. Менің үйдегі жұмыртқаларым ұсақ болғандықтан 6 дана қостым. Бұл торттың жасалуы өте қарапайым. Венчик болмаса да шанышқымен араластырсаңыз болады. Сондықтан лайк басып қолдап отыруды ұмытпаңыз. Келесі сұйық майды құйып араластырып алған соң үй температурасында тұрған немесе жылы сүтімізді қосып араластырамыз. Бөлек ыдыста ұн, какао, қопсытқышты қосып араластырып алған соң сұйық массаға біртіндеп 3-ке бөліп қосамыз. Арасында құрғақ масса қалып қалмайтындай біркелкі консистенция болғанша араластырамыз. 2 табаға бірдей етіп бөліп, бетін тегістеп жаймалап алған соң 160 градуста қызып тұрған пеште асты-үстін қосып, 2 табаға да салып, конвекция режимін қосып, 25 минут арасында піскенін ағаш таяқшамен тексере отырып пісіріп аласыздар. Кремі үшін творожный сыр, 33% кілегей және қант қосып біріккенше араластырып аламыз. Мен блендердің венчигімен араластырдым. Ручной венчикпен де араластырсаңыз болады. Кремін тым ұзақ араластырудың қажеті жоқ, себебі майға айналып кетеді. Бисквитіміз піскенде қағазынан ыстық күйінде ажыратып аламыз. Суыған соң менде арнайы форма бар, соған салып кесіп алдым. Болмаса көз мөлшермен тегістеп кесіп алсаңыздар болады. Бисквиттің үстінен сүтпен пропитка жасап алған соң кремге какао қосып араластырамыз. Какаоның ең сапалы және дәмді түрін қолданыңыздар. Мен Рахат фирмасыныкін қолдандым. Жақсылап араластырып кремін жағамыз. Кремін көптен қолдана беріңіздер. Ортасында кремі сәл көптеу болғаны жақсы. Кремін жағып алғаннан кейін үстінен келесі екінші бисквитті қойып, оның үстінен пропиткасын жағып шығамыз. Қалған кремді тегістеп жағып алған соң 4 жанына да кремін жағамыз. Тортымыздың дәмі жақсы шығу үшін бір түнге қалдырамыз. Ертесінде 33% ыстық сливкеге 200 грамм шоколадты салып араластырамыз. Оны тортымыздың үстінен тегістеп жағып алған соң 20-30 минутқа салқын жерге тоңазытқышқа қоямыз. Кешегі бисквиттің жан жағынан қалған бисквиттен ұнтақ жасап, тортымыздың 4 жағына және үстіңгі жағына қарай сеуіп, әрлеп шығамыз. Осымен мінекей тортымыз дайын. Осындай оңай жасалатын торттың рецепті үшін лайк басып бөлісуді ұмытпаңыз. Келген қонақтарыңызға ұялмай қоятын торттың бірі. Жасап көріп, пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!